Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бұл ненің суреті? Бүгінгі сабақта шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың, сөйлемдердің мағынасын түсінесің. Өз сөзінде ақпаратты сұрау, іс-әрекетке түсініктеме беру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолданасың. Жаңа сөздерге назар аударайық. Қоршаған орта, бұлт, тау, гүлдің суреті, бұлттың суреті, таудың суреті. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік кітаптерімізге жазып алайық. Тыңда, қайтала. Бұл ненің суреті? Бұл қоршаған орта. Бұл гүлдің суреті. Бұл таудың суреті. Мынау бұлттың суреті. Тыңда, қайтала. Бұл гүл. Бұл тау. Мынау бұлт. Бұл гүлдің суреті. Бұл таудың суреті. Мынау бұлттың суреті. Оқушылар, сөздердің дұрыс айтылуына назар аударайық. Гүл, бұлт, таудың суреті. Бірінші тапсырма. Сөзді суретпен сәйкестендіріп, сөз тіркесін құра. Оқушылар, іске сәт. Тапсырманы қалай орындадық? Бірге тексерейік. Қызыл гүл, биік тау, ақ бұлт, сұр қоян. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы. Саша сурет салады. Мынау бұлттың суреті. Мынау таудың суреті. Бұл қоршаған ортаның суреті. Үшінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, көшіріп жаз. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Көп нүктенің орнына қандай әріптерді қойып көшіріп жаздық? Бірге тексерейік. Гүлдің суреті, бұлттың суреті, таудың суреті. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың дұрыс орындалды деп сенемін. Төртінші тапсырма. Қарашы деген сөзді қолданып, сөйлем құрастыр. Үлгі. Қарашы, мынау гүлдің суреті. Оқушылар, үлгіні негізге алып, сөйлем құрастырайық. Іске сәт. Оқушылар, құрастырған сөйлемдеріңді біз құрастырған сөйлем үлгісімен салыстырып көріңдер. Қарашы, мынау бұлттың суреті. Қарашы, мынау таудың суреті. Қарашы, мынау гүлдің суреті. Қарашы, мынау ағаюдың суреті. Қарашы, мынау кірпінің суреті. Қарашы, мынау арыстанның суреті. Оқушылар, сендердің де құрастырған сөйлемдерің сәтті шықты деген ойдамын. Жаттайық. Оқушылар, Фариза Оңғарсынованың өлеңін бірге оқып жаттайық. Күн шуағын төккенде, жаңбыр сеуіп өткенде, қызыл жасыл далада, гүл тереміз көктемде. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың, сөйлемдердің мағынасын түсіндің. Өз сөзінде ақпаратты сұрау, іс-әрекетке түсініктеме беру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 79-шы бет. Фариза Оңғарсынованың өлеңін жаттау. Оқушылар,
Сабақ аяқталды, сау болыңдар.